Ну, мына қазіргі президент ағайымыз жақсы, Назарбаев ағамыз да жақсы болды, құдай мол кісі болды ғой, ол кісі Брежнев сияқты мол кісі біздің ағамыз. Мен өзім түсіме біздің мына кісі енді ұлы жүздің кісісі сондай справедливый кісі да бұл кісі. Бұл кісі қазір бүкіл ананы істеймін, мынаны істеймін дейді, а көліктің страны подложка другая. Қазір не президенты нашей страны управляют, моя милая. Қазір біздің немен миллиардеры управляют. Президент это как кукловод. Президент деген аты болмаса, бірақ та көп біздің президент не жасайды? Новый президент. Көп изменения қылдырады. Көп жақсылыққа біз келеміз. Бірақ та біздің президенттерге де рахмет айту керек. Но қазір придет такое время, когда не президенты будут решать, а мега-олигархи. Не знаю, я вижу, что біздің президент өту керек, но как олигархи скажут. Потому что біздің страной управляют 3 мега-олигархов. И они решают, кто будет, кто не будет. Ну, я не знаю.